Өмір бойына страхқа айналады, өзімнің бишара түрім елестеп кетті. Шаршап кету, тек қана өлуді армандайтын. Өсек қылуы, Аллах тағала енді мен сенен дұға сұрамаспын деп. Қазір жылағым келіп тұр. Тек қана анамды ойлап қана 3 рет өзіме қол жұмсаған, өксіз ішкем. Тірі қалсақ, если сен өзіме өте қатты жаным ашып кетті. Өзімнің көз алдымда қайтыс болды. Тұрмысқа шығу установкасы. Менің өмір сүруге мүлде желаниям жоқ. Егер менің балаларым болмаса, мен өзіме давно қол жұмсап, өмірмен қоштасар едім. Немесе тұрмысқа шықпаған қыздар болса, мен тек қана анамды ойлап қана өзіме қол жұмсамай жүрмін деп маған хат жазады. Мен мұның барлығын психолог ретінде және де өзімнің басымнан қиындық өткен жан ретінде сізді өте жақсы түсінемін. Сәлем, егер сені түрлі психологиялық тақырыптар және ақша потогын ашу қызық болса, онда менің YouTube каналыма тіркеліп алуды ұмытпа. Менде апта сайын тегін құнды пайдалы ақпараттар шығып отырады. Ендеше ары қарай қазір біз тақырыбымызды жалғастырайық. Мен өзім 3 рет өзіме қол жұмсаған адаммын. Сондықтан да мен өмірмен қоштасу ойы, қашан сенің өмірге деген мүлде құлшынысың болмайды, барлық адамдардан шаршап кету деген нәрсенің барлығын мен түсінемін. Себебі бұның барлығы менің басымда болды. Білесің ба? Егер саған Аллах тағала өмір беріп тұрса, егер сенің өмір сүруге мүмкіндігің болса, Аллах тарапынан берілген, сен өзіңе 1000 рет қол жұмсасаң да, ары қарай өмір сүруіңді тоқтатпайсың. Просто біз өзімізге қол жұмсағанда, тірі қалсақ, если сен биіктен секірсең, ақсақ болып қалуы мүмкін, өмір бойы креслода отырып қалуы мүмкін, жүре алмай, инвалид болып. Немесе сен оксыз ішсең, асқазаныңды, бүкіл организмдарыңды бұзып аласың. Дәл мен сияқты кезінде мен оксыз ішкем. Немесе асылып өлгің келеді, ол асылып өлгің келсе, ол өмір бойына страхқа айналады. Немесе веналарды кесу, ол өмір бойына менікі сияқты шрам болып қалады. Бірақ сен бұдан ешқандай да пайда алмайсың. Керісінше сен тірі қалып кетсең, денсаулығыңа зиян келтіресің. Енді мен өте жақсы түсінемін дедім, неліктен адамдар өзіне қол жұмсағысы келеді. Бірақ мен өзімнің өмір баянымды айту арқылы саған қазір мен мотивация бергім келеді. Менің өмірімнен сенің өмірің ауыр деп ойламаймын. Дегенмен, әр адамның басына берілген сынақ өзіне қиын сияқты болып көрінеді. Бірақ Аллах тағала ешқашан біз көтере алмайтын, біз шеше алмайтын сынақтарды бермейді. Мысалы, менің 10 жасымда әкем қайтыс болды. Әкем қайтыс болғанда мен просто бала болдым, анам бар ғой деп жүре бердім. Араға 1,5 жыл салып, анам қайтыс болды. Әкем де, анам да өзімнің көз алдымда қайтыс болды. Одан кейін мені өз қамқорлығына алған нағашы атам қайтыс болды. Одан кейін туған жездем қайтыс болды. Сестрамның күйеуі, Одан кейін барып мамамның сіңілісінің күйеуі қайтыс болды. Яғни әке-шешеміз қайтыс болған соң біздің отбасымызды, мені, ағамды, әпкемді өз қамқорлығына алып жүрген жан, Сосын барып мамамның ағасы қайтыс болды. Ол кісі де бізге бас көз болып жүрген болатын. То есть, осылайынан жыл сайын менің өмірімде адам қайтыс болу ситуациялары орын алды. Әрине, бұл тем более мен переходной возрастқа өткен кезінде басталды, 10 жасымнан 16 жасқа дейін созылды. Яғни менің миымда тек қана мынандай нәрсе қалыптасты да, бұл әлемде жақсы көрген адамдардың барлығы қайтыс болады, бұл әлем өте қатыгез, бұл әлемде ешкімге сенуге болмайды деген сияқты. Бірақ ол кезде маған айналамдағы адамдар, туыстарым, көршілерім, ағайындар барлығы тек қана бір сөзді айтатын. Сен жақсы оқы,
сен болашақта сен әдемісің, сабағың жақсы оқисың, ақылдысың, жақсы тұрмысқа шығып әлі ақ бақытты боласың. Тұрмысқа шығып оқуға түскен кезіңде барлық өміріңнің қайғы мұңын ұмытасың деген сияқты. Яғни менің миымда тек қана оқуға, грантқа түсу және де тұрмысқа шығу установкасы пайда болды. Яғни мен мектеп кезінен мектепті бітіргенше тек қана мен грантқа оқуға түсу керекпін, тұрмысқа шығу керекпін деген сияқты оймен өстім. Менің барлық өмірдегі мақсатым тек осы екі зат қана болды. И мен өкінішке орай сабағымды 5-ке оқысам да, қызыл аттестатқа алтын белгіге үміткер болсам да, НТ-дан 1 балым жетпей, құлап грантқа түсе алмадым. Қызыл аттестатта қалды, алтын белгіде қалды. Тіпті мемлекеттік грантты да жеңе алмадым. Менің отбасылық ситуациямды, енді ешкімге қазір претензиям жоқ, бірақ сол кезде 2010-2011 жылдары мен мемлекетті деген масқара жек көріп кеткен болатын. Потому что маған бір грант бермеген үшін, тем более мен ауылда өстім, То есть ешқандай маған квота, еш нәрсе қарастырылған жоқ. Жарайды, ол ситуация кетті. Ол да менің өмірімдегі ең үлкен стресстардың бірі болды. Одан кейін менде соңғы бір үмітім қалды. Ол тұрмысқа шығып, бақытты болу, яғни тұрмысқа шығып, үйлі болу, бала туу, күйеуім маған үнемі киім алып беретін шығар, мен оқытатын шығар, ауырсам мен емдейді, киімім жоқ болса мені киіндіреді деген сияқты ой пайда болды. Тұрмысқа шықтым, өкінішке орай ол тұрмысым да сәтсіз аяқталды. И дәл осы ажырасқан жылы, 2016 жылы менің осы уақытқа дейін, яғни әкем қайтыс болғаннан бастап, мен тұрмысқа шыққанға дейінгі аралықта 2004 жылдан бастап 2016 жылға дейінгі көрген қиындықтарым, көз алдымда адамдардың қайтыс болып жатқаны, жақындарымдан айырылғаным, сатқындық, туған туыстың мені контролировать етуі, мені иногда қолдамауы, өсек қылуы. Ең соңғысы ол мен тұрмысқа шығып ажырасқаным мен үшін өте үлкен стресс болды. Мен сол кезде ойладым, все болды, менің өмірім осы жерден біткен шығар. И сол кезде, қараңыздар, мен бүкіл әлемді жек көретін, туыстарымды постоянно оларға деген бір өкперенішім болатын. Неге маған көмектеспейді, қолдамайды деген сияқты, И күйеуімді де ол кезде жек көріп жүрдім, бұрынғы күйеуімді. И ең соңғысы Аллах тағаланы жек көріп бастадым. Аллах тағала енді мен сенен дұға сұрамаспын деп. И сол кезде мен тек қана өлуді армандайтын. Күн сайын дұға ететінмін. И мен 3 рет кәдімгідей үлкен, өзіме қол жұмсауға тырысып әрекет еттім. Енді мен планировать еткен, өзіме қол жұмсағым келген ситуация өте көп, бірақ нағыз осы үшеуінде больницаға түстім, кәдімгідей өз-өзіме келе алмай қалдым деген сияқты. И білесіздер ма, өзіме қол жұмсағанда мен не істедім? Тек қана өзіме зиян нәрселер алып келдім. Мен денсаулығым нашарлады, мен салмақ тастадым, мен дұрыс тамақ іше алмадым, мен дұрыс ұйықтай алмадым, менде қорқыныш пайда болды. То есть сіз проблемаңызды өзіңізге қол жұмсап шеше алмайсыз. Если сіз дінді оқысаңыз, өзіне қол жұмсаған адамдар өте күнә, ол үлкен күнә. Ал тірі қалып кетсеңіз, просто өзіңізге психологически и денсаулыққа байланысты проблемалар алып келесіз. Болды. Басқа ешкімнің еш нәрсесі кетпейді айналаңыздағы. И менің сізге айтқым келгені, сізге Аллах тағала өмір беріп тұр ма? Аллах тағала сізге дем беріп тұр ма? Значит, сіз өмір сүру керексіз. И сол кезде больницаға жатқан кезімде, 3-ші рет уже өзіме қол жұмсаған кезімде мен өзіме сұрақ қойдым да. Қаншама сынақты сен шыдап келе жатырсың? Қаншама нәрсе басыңнан өткіздің? Значит, сен ары қарай өмір сүру керексің деп.
өзім қатты қиналып жатырмын, вообще тамақ та ішіп жатқан жоқпын. И сол кезінде менің ішімнен, білмеймін, бір көз алдыма мен өзімнің бейшара түрім елестеп кетті. Сондай қолынан еш нәрсе келмейтін. И так мен бұл әлемде, әрине Аллах әрқашан қолдайды ғой, бірақ ол кезде мен ондай Аллахтың құдіретін, ондай қолдауын сезіне алмадым да, потому что көзім тек қана негативті көреді. И көз алдыма өзімнің бейшара болып отырған, шашым басымнан түсіп жатқан, тістерім бәрі қақсап жатқан, көзінің асты көгерген, венасын кесіп тастаған, уксус ішкен, асылып өлгісі келген, сондай жаман қызды көз алдыма елестеді. И мен өзімді осындай состояниядан кейін елестеткен кезімде өзімді көріп өте қатты сыртынан мен қазір жылағым келіп тұр, сыртынан өзіме өте қатты жаным ашып кетті. И сол кезде өзіме менің қатты жыным келді. Қалай сен, мысалы, бізге Аллах Тағала кәдімгідей күшті өмірді береді де. Менің мамам өзіне өзі қол жұмсаған жоқ, ол кісінің денсаулығы болмай қайтыс болып кетті. Папам да денсаулығы болмай қайтыс болып кетті. То есть менің айналамдағы, мен айттым ғой бағана, 6 адам өмірінде қайтыс болды. 6-ы да өзіне қол жұмсаған жоқ та, просто ауырып, денсаулығы болмай, немесе авария болып, сынақтар болып қайтыс болды. А мен болсам, Аллахтың маған сондай өмірдегі берген ең үлкен мүмкіндігі, ол өміріме қол салып жатырмын да. И өзімді ол кезінде кәдімгідей қатты жек көріп кеттім. И сол күннен бастап мен өзіме уәде бердім. Сондай бейшара түрімді көрген кезімде, и көз алдымнан менің ең жақын адамдарымның қиналып қайтыс болғанын көргенде өзімнің есімді жиғандай болдым. И сол күн өзіме сұрақ қойдым: сен не істегің келеді? Сен қандай өмірді қалайсың? Мен саған не істей аламын? Бүгіннен бастап мен саған қалай көмектесе аламын? Мен ол күнді точно есімде. Ол тамыз айы 2016 жыл, мен ажырасқаннан кейін 2 айдан кейін. Сен қалай өмір сүргің келеді? Қай елде, қай қалада өмір сүргің келеді? Сен қалай киінгің келеді? Қандай тамақтар ішкің келеді деп. Тіпті мен ол кезде тамақ та іше алмайтын, потому что уксус ішкеннен кейін асқазан бәрі күйгендіктен тек қана суптар ішетін. И сол кезде менде арман мақсаттар пайда болды. Яғни сіз қазір қатты қиналып жүрсіз ба? Просто бірінші өміріңізді бағалаңыз. Екінші, өзіңізге осы мен қойған сұрақтарды қойыңыз. Қандай өмірді қалайсыз? Сіз кім болғыңыз келеді? Қалай өмір сүргіңіз келеді? Тек қана осы 3 сұраққа жауап беріңіз. Жазыңыз дәптерге. И ол өмірге қол жеткізу үшін қазір сіз ақшасыз, просто мінезіңізбен, іс-әрекетіңізбен не істей аласыз, соны іздестіріңіз. Потому что өлейін деп жүрген адамда, конечно, бизнесінде проблема, көбіне ақшамен проблема болып жатады. Яғни менің айтқым келгені, адамды тірі алып қалатын, адамның өмір сүруге құлшынысын арттыратын, адамға мотивация сыйлайтын, адамға бақыт, қуаныш сыйлайтын нәрсе ақша деп тұрған жоқпын. Осының барлығы тек қана армандар. Мысалы, сіз намаз оқитын адам болсаңыз да, сіздің мақсатыңыз жұмаққа бару. Ол арман ба? Арман. Яғни сіз арманыңыз арқылы үнемі намаз оқисыз, Аллахтың барлық берген парызын орындайсыз. Ал осы өмірге келетін болсақ, тоже қалай өмір сүретіндігіңіз сізге үміт сыйлайды. Яғни бақытты, жақсы өмір сүруді ойлау арқылы сіз алдыға жылжи аласыз. Маған көмектескен, тек қана мені тірі қалдырған, ол жақсылыққа сену, үмітімді жақсы өмірден үзбеу, Аллаға сену, өзіме сену. И мен сол кезде былай ойладым ғой, бұл өмірде саған конкретно көмектесе алатын бірінші ол Аллах Тағала, и тек қана өзің екенсің.
осы нәрсе маған сол кезде миыма жеткен кезімде, сенесіздер ма сенбейсіздер ма, мен инстаграм парақшамды қарасаңыздар болады, жарты жылдың ішінде менде өзгеріс болды. Жарты жылдың ішінде мен барлығын өзгерттім. Тұратын жерім, жұмысым, көшіп кеттім басқа қалаға, фигурам өзгерді, сөйлеу манерам өзгерді, табысым өзгерді. Короче, полностью барлығы өзгерді. Сондықтан менің сізге айтатыным, ешқашан үмітіңізді үзбеңіз. Дәл қазір Алладан беріліп тұрған өміріңізді, мүмкіндігіңізді бағалаңыз. И әрқашан өзіңіздің жүрегіңізді ұстап, әр адамның ішінде бір кішкентай қыз болады ғой. Маленькая девочка дейміз ғой біз. Кішкентай қыз, который ғажапқа сенетін, әрқашан просто айнаға қарайсыз ба, түнде ұйықтардың алдында ма, ваннаға түсіп жатып па. Просто сұраңызшы, сен нені қалайсың деп. Сол кезде сізге жүрегіңіз айтады, мен мынандай нәрсені өмірде қалаймын деп. И қалай да сол нәрсені алып беруге, сол нәрсені орындап беруге өзіңізге талпыныңыз. Ал дәл қазір өмір сүргім келмейді, желаниям жоқ, анауым жоқ, мынауым жоқ деген сөздің барлығын доғарыңыз. Сізде не жоқ екеніне, қасыңызда кім жоқ екеніне фокус емес. Сіз өмірден тағы да қайталаймын, не нәрсені қалайсыз, сол нәрсеге фокус қойыңыз. Менің осы сізге видеом, осы сөздерім мотивация болды деп ойлаймын. Мен өмірім жайлы айтсам айтып отыра берем. Бірақ дәл бүгін бір адамның болсын, өмір сүруіне үміт сыйласам, мен сол үшін бақыттымын. Егер сізге осы ақпарат ұнаса, жалпы менің парақшамнан көптеген тегін психологиялық, мотивационный түрлі блоктарды шешуге арналған сабақтарды тегін көргіңіз келсе, онда дәл қазір менің парақшама жазылып алуды ұмытпаңыз. Және де менің инстаграм парақшам бар, күн сайын мен байланысқа шығатын, ол Аяжбек, мінекей көрсетіп қойдым. Инстаграм парақшама да міндетті түрде жазылып алыңыз. Және де видеоның соңына комментарий жазып, осы видеоға өзіңіз не түйдіңіз, лайк басып қалдырсаңыз, мен міндетті түрде сізден кері байланысты көріп, қуанып қалатын боламын. Ендеше жақсы күндері, жолыққанша сау болыңыз.